ешкімді секіртмейміз, орнымызда тұрамыз, звуковой чисто конкурс. Қазір мен музыканты бір звук қоям, соны сіздер қайталап бересіздер и все. Больше делать ничего не надо. Понятно, да? Стоп. Ну-ка, повторите. Репетиция, давайте еще раз. Нормально. Второй вариант. Слушаем. Молодец. Акмаралдың подружкасы. В точь. Нағимат әкеміздікі. Емес, кішкене қысқа қайтарыңыз. Нормально? Сіздікі енді. Точкасы сіздікі. Ең қызығы. Короче, шапағатта бір ай тоқтамай жұмыс істейсің. Тіліңіз албырап қалған такси күтпесін үйде. Короче, давайте повторим. Машинаңызға барасыз сонда, ничего страшного. Давайте, төртінші. Нормально? Только чуть-чуть смелее, хорошо? Енді? Екінші столда шығару керек еді осы, да? Ничего страшного, давайте енді сәулетеді үшін постараемся. Кәмін бір тыңдап аламыз, репетиция, потом уже әркім өз звугын айтады. Хорошо? Кеттік, музыкальная композиция. Слушай внимательно. Давай, забыла, Мадина, не подводи меня, как каждый раз. Давайте, басном оставим, армию музыку, да? Стоп! Не могу это, Мадина. Мысль хайдан читала? Все, это ваш голос. Все, давайте поехали, маэстро, музыку еще раз. Мадинаның шапалағы. Или все-таки Эльвира. Или Нағимат әпке. Стоп. Или все-таки самая шустрая дочешка. Ребят, только принципе вышла. Примерно понятно. Эльвира. Хорошо. Нағимат әпке. Пока. Шапалақ соғайсыздар да? Енді, екі кісі финалда қалып қойды ғой да, менің түсінгенім бойынша. Екеуінің шапалағы бірдей. Дұрыс па? Мадина и Райна бәте. Енді былай жасамыз. Қазір екеуіңіздің біреуіңіз жеңіңіз керек. Енді ойын болғаннан кейін бірінші орын болады, екінші орын болады. Дұрыс қой? Дұрыс қой? Енді былай жасаймыз. Қазір мен сіздерге сұрақ қоям. С или Ж. Қандай әріпті таңдайсыздар? Стоп. Екі вариант. Ж или С. Кім қандай вариант таңдайды? С. Сіздікі? Басқа вариант жоқ. Енді Жанбек деген сияқты. Серік деген сияқты. Чисто. Әркім өз әріпіне жауап береді. Түсінікті ғой да? Ал енді сұрақ ертіп. Серік. Серік. Ассалаумағалейкум братан. Сіздің атыңыз кім? Жанболат. Жанболат. Сіздің жасыңыз нешеде? 8-де. 8-де? Сіздің жасыңыз нешеде? 58-де. Жаңа қайдан кетті? Жамбыл Жабаев деген тегі ше?
Давай, кешіріңіз. Сіздің жасыңыз нешеде? 70? Азырақ тұр ғой сізге десе. 80-ге дейін бе, 80-ге. Ал бүгінгі тойға немен келдіңіз? Сырғамен. Сырғамен? Бүгінгі тойға немен келдіңіз? Кім? Айтпаймыз, кім айтады сол өсекші. Бүгінгі тойға немен келдіңіз? Жүгілеймен. Жүгілеймен? Бәсе көріп. Бүгінгі тойға қанша мың теңге алып келдіңіз? 8 мың. Сіз бұлай 8-ден өспейсіз ба? Жасым 8-де, конвертке 8. Подсказка айтпаймыз, өздерінің мнениесімен айтсын, қызығырақ болады, жақсы болады. Бүгінгі тойға қанша мың теңге алып келдіңіз? 70? Ой, мағыз, бір шабалақ соған 70. Бүгінгі той иелеріне Ақмарал қызыңызға қандай тілек айтасыз? Счастье. Қандай тілек айтасыз? Жақсылық. Жақсы, ой, молодец. Сіздің неше жігітіңіз болды? Қазақша орысша разница нет. Неше жігіт болды сізде? Қазір бүкіл шындықты білеміз. 8. 8. Стоп, а? Сакен. Соғыстың аты Сакен. Кіммен келдіңіз бүгін тойға? Ол жерде қарамай қойыңыз. Сол неше жігітіңіз болды вообще? Ойланып көрсеңізші былай. Осы уақытқа дейін неше жігітіңіз болды? А? 77. Соңғысының аты кім? Өзі айтады, ғой тұра тұрыңдар, шы? Жәнібек? Жәнібекпен бүгін Сәкен не істеп жатыр дейсіз ғой да? Ал бүгінгі той қалай өтуде? Өсекшілдерін естіріп отыр беттеріңізге. Өздеріңіз мінезіңізбен айтыңыз. Бүгінгі той қалай өтуде? Өзіңіздің мнениеңізбен. Сәулет. Супер той болды. О, бүгінгі той қалай өтуде? Жандырып жатырмыз ғой. Бүгінгі тойды жандырып жатыр ма қыздар? Бір шабалақ солай. Рахмет, енді менің ойымша енді екеуі бірдей, иә? Екеуі де бірдей, екеуі де жаңағы шапағат қой да. Солай.